Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендер жақында қыстың демалысына шығасыңдар. Сол аралықта сендермен осындай ертегі кітаптармен бөліскім келеді. Мен кітапханадан осынша кітап алып келдім және ертегілермен бөліскім келіп тұр. Бірінші бізде бұл Алиса ғажайыптар елінде. Алиса ғажайыптар елінде ертегісін сендер теледидардан да көрдіңдер. Енді бірге тыңдап көрейік. Бірінші тарау бізде қоянның інімен құлдилау екен тақырыбы. Алиса өзен жағасында құр отырғанын қатты жерге бастады. Әпкесі оқып отырған кітапқа ара-тұра көз тастап еді. Ішінде сурет те, қызықты әңгіме де жоқ екен. Суреті не қызық, әңгімесі жоқ, кітаптың не керегі бар деп ойлайды. Әлде түймедақтар жинап күлтәж жасасам ба екен деп әрі-сәрі отырғанда кенеттен жанынан көзі қызғылт әппақ қоян зу ете қалды. Бір қарағанда онда тұрған дәнеңе де жоқ еді. Қоянның құдайым-ай, кешігетін болдым ғой деп күбірлеп бара жатқанына да аса таң қалмады. Кейін ойланғанда ғана бұған таң қалу керегін түсінді. Сол сәтте әлгінің бәріне таңданбай қарап қалғаны есіне түсті. Бірақ қоян күртешесінің қалтасынан шығарған сағатына бір қарап, әрі қарай асыға жөнелгенде Алиса атып тұрды. Ол бұрын соңды күртеше киген не сағаты бар қоян көрмеген еді. Бұған аң-таң болып, әлгінің соңынан тұра жүгірген сәтте оның інге қалай кіріп кеткенін көріп үлгерді. Ойланып жатпастан Алиса да соңынан қойып кетті. Қоянның іні бастапқыда туннель тәрізді. Тіп-тіке болды да оқыстан төмен қарай құлдилай түсті. Алисаның ойланып жатуға мұршасы келмеді. Ол түбі жоқ шыңырауға құлдилап бара жатқанын ғана байқады. Шыңырау тым терең болды ма, әлде Алиса жай құлдилады ма? Әйтеуір жан-жағына қарап, әрі қарай не боларын ойлап та үлгерді. Әуелі ол төменге қарап, қайда түсіп бара жатқанын көруге тырысты. Бірақ айналасы тым қараңғы еді. Содан соң ол құдықтың қабырғаларына көз салды. Онда шкафтар мен кітап сөрелері көп екен. Анда да, мұнда да карталар мен картиналар ілініп тұр. Бір сөренің жанынан өтіп бара жатып ол апельсин мармелады деген жазуы бар құтыны ала кетті. Қас қылғанда құты бос болып шықты. Төменде әлдекімнің басын жарып жіберемін деп қорыққан ол әлгі құтыны шкафтардың біріне қойып үлгерді. Мынадан кейін баспалдақтан құлауда сөз емес шығар. Енді үйдегілер мені батыр санайтын болды. Мен тіпті үйдің шатырынан құласам да қыңқ демес едім деп іштей Алиса мақтанды. Төмен қарай әлі құлдилап келеді. Мен өзі жерге түсем бе жоқ па? Қызық, осы уақытқа дейін қанша миль құладым екен деп ол дауыстап сөйледі. Сірә мен жердің ортасына келіп қалған шығармын. Қане, ойланып көрейінші. Шамамен бұл 4000 миль тереңдіктелік. Алиса осы тәріздес дүниелерді мектепте үйренгені бар еді. Дәл қазір өзін ешкім естіп тұрмағаны себепті бұл білімін паш етуге онша ыңғайлы болмаса да бір қайталап алуға жақсы мүмкіндік берді. Иә, қашықтықты шамамен дұрыс есептедім ғой деймін. Онда мен қандай ендік боймен келе жатыр екенмін? Бұлардың мағынасы Алисаның басына кіріп шықпаса да, оларды құлаққа жағымды сөздер деп санайтын. Сәлден соң ол қайта бастады. Қызық, жерді тесіп шығуы мүмкін бе? Басы салбыраған адамдар арасында бұл қалай көрінеді екен? Меніңше, бұл антипатия. Бұл жолы өзін ешкім естіп тұрмағанына қатты қуанды. Өйткені аузынан мүлдем басқа сөз шықты. Бірақ олардан әлгі елдің қалай аталатынын сұрауға тура келеді. Ғафу етіңіз бикеш, бұл Жаңа Зеландия ма, әлде Аустралия ма? Ол сөйлеп жатып тағзым еткісі келді. Құлап бара жатып тағзым етуді елестетіп көріңізші. Қолыңыздан келер ме еді? Қалай ойлайсыз? Мұны сұрағаным үшін мені қандай жетесіз бала деп сөгуі де мүмкін ғой. Жоқ, бәлкім оның бір жерде жазулы тұрғанын көріп қалармын. Уақыт өтіп жатты. Ал Алиса төмен қарай құлдилай берді. Істерге ісі жоқ болғандықтан қайта сөйлей бастады. Дина мені сағынатын болды. Ол Алисаның мысығы еді. Кешке оған сүт беруді ұмытып кетпесе болды әйтеуір. Динатай,
дәл қазір қасымда болғаныңда ғой. Иә, мұнда тышқан жоқ, бірақ жарғанат бар. Соларды аулауыңа болады. Оның тышқаннан онша-мұнша айырмашылығы жоқ та сияқты ғой. Тоқта, мысықтар жарғанат жемеу өзі?